Ibn Abbas radiyallohu anhu айтқан, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушындай деп айтқан: ең бат қабыл болушы дуа ата-ененің балдары үшін қылынған дуалары. Ушыл сияқты эле пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-ененің баласы үшін қылған дуасының қабыл болуысына еш қандай күмән жоқ екендігін айтқан. Момундар бір туғандары жөнінде қайыптан алдында емес кезде қылған дуалары да қабыл болған дуалардан. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадиске қарағанда, мұсылман бір туғаны үшін дуа қылып жатқан инсандың башына бір періште келіп, «О, мен саға да ушындай болсын» деп айтады. Абу Дауд. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риваят қылған бір қанша хадистерде қайғы қапалыққа ұшыраған инсандың дуасы қабыл болушы жөнінде айтылған. Мүшкіл ішке қайғыға батқан кіші бір туғанына «Мен үшін дуа қыл» деді. Bir туған ал адамға «Сен өзің Аллахқа дуа қыл». Себебі қайғыға батқан инсандың дуасы қабыл болушын Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтқан деп жооп берди. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят қылған хадисте Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушындай деп айтқан: Үш түрді дуа күмән шексіз қабыл болады. Бірінші, зұлым чеккен кешінің дуасы. Екінші, сапарға шыққан кешінің дуасы. Үшінші, ата-ене баласы жөнінде қылған дуасы. Тирмизи.